Саламатсыздар ма, қадірменді ұстаздар? Біздің бүгінгі сабағымыз презентация жасау стилі. Мен бүгін жалпы презентацияны қалай жасау керек, және де презентация жасау барысында не нәрсеге мән беру керек, осыларды сіздерге түсіндіретін боламын. Біз презентацияны арнайы Google онлайн сервисі Google Slides'та жасадық. Жалпы презентация дегеніміз не? Біз презентация арқылы өзіміздің оқырманға, клиентке немесе оқушымызға өзіміздің ойымызды жүйелі түрде нақтылап жеткізу үшін бізге қажет. Жалпы презентация жасау барысында не нәрсеге мән береміз? Біз презентацияда әртүрлі түстерді алмауымыз керек. Біз бір қатар түстерді алуымыз керек. Байқасаңыздар, мен көптеген өзімнің видео сабақтарымда көк түсті пайдаланып келе жатырмын. Мінекей мен өзіме көк түсті алдым сол себепті. Және де біздің презентациямыз 10 беттен көп болмауы керек. Неге? Себебі көп бет болса, ол уже адамға жағымсыз, және де оқып тұрған адам да оны ерінуі мүмкін. Және де біздің презентациямызда график, фотолар өте көп болуы керек. Және текст аз болуы тиіс. Неге? Себебі біз тексті азнаулақ жазып, қалғанын біз өзіміздің ойымызбен жеткізуіміз керек. Жалпы презентация жасау барысында біз Times New Roman немесе Arial деген сияқты шрифттерді қолданбаған дұрыс. Ол шрифттер арнайы документтерде қолданылады. Мен мысалы мына жерде Comforta шрифтін қолдандым. Comforta шрифтін мен барлық жерге қолдандым. Және де біздер презентация жасау барысында біздің заголовкаларымыз жирный болуы тиіс. Ал қосымша сөздеріміз жирный болмаса да болады. Және де біздер өзіміздің презентациямызда ключевой сөздерді жирный қылып көрсетсек, ол да жақсы. Және өзіміздің брендімізді дамыту үшін презентация жасау барысында немесе басқа да жұмыстарда осылай өзіміздің логотипті қойып қойсақ болады. Мен өзімнің презентациямда логотипті оң жаққа, мінекей жоғарыда, мінекей оң жақ бөлімінде жоғарыда онлайн ұстаз болу деп өзімнің логотипімді қойып қойдым. Менің презентациям мына жерде 4 қана бет. Және де презентацияда біз көбірек сөйлеуіміз керек. Ал презентацияда тексттар өте аз болуы тиіс. Жалпы осы YouTube каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, коммент қалдырыңыз, видео сабақ ұнаса достарыңызбен бөлісіңіз. Ал ендеше сәттілік. Келесі сабақтарда көріскенше.